Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен домашний лимонад жасап көреміз. Ол үшін апельсин мен лимонды турап алып, морозильникке салып қатырып аламыз және қатқан күйінде осылай мясорубкадан өткіземіз. Қалауларыңыз бойынша тек қана апельсиннен немесе тек қана лимоннан жасауға болады. Бірақ мен бұл жағдайда ассорти қылып жасадым, яғни лимон мен апельсинді араластырдым. Міндетті түрде морозильникке салып қатырып алу керек, фишкасы осыда. Және бөлек үлкендеу ыдысымызға мякотьті саламыз, қантымызды қосамыз және қайнап тұрған кипятокты құямыз. Қайнап тұрған суымызды құйып алғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Өзім мятаның дәмін өте қатты ұнатамын, сондықтан мята да қостым. Менде бұл жерде сушеный мята. Егер свежий мята болса, тіпті керемет. Ситаның көмегімен шырынымызды осылай сүзіп аламыз графинімізге. Міне біздің шырынымыз осылай дайын болады. Қараңыздаршы қыздар, өте қанық түсі және әсемдік үшін апельсиннің тілімдерін салуға болады. Жақындарыңызға міндетті түрде жасап ұсыныңыздар қыздар. Витамин С-ке өте бай шырын, ең бастысы өз қолыңыздан дайындалады. Балаларға да, үлкен адамдарға да пайдасы мол.